Армысыздар, қазақ елі, түн жарық. Менің алғашқы питчингіме қош келдіңіздер. Бұл бейнемді Қазақстанның кинокомпаниялары мен киностудияларына арнап жолдап отырмын. Мен қазақша кино түсіргім келеді. Және де қазақ киносының дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Сол себепті қазір сіздерге қысқа да нұсқа тритмент форматында өз сценарийларымды сіздерге түсіндіре кетемін. Егер де араларыңызда бірге кино түсіреміз және де қазақтың киносын дамытамыз деген кино саласының мамандары немесе демеушілер болса, мына мекенжай бойынша маған жазыңыздар. Бірінші бейненің атауы алғашқы қар түскенде. Өзінің жұбайын жол көлік апатында жоғалтқан ер кісі туралы. Жұбайының өлімінен кейінгі ары қарай қалпына келу, өмір сүру және 3 баласын қалай асырау туралы адаптациялық әлеуметтік драма. Екінші тарихи бейне бұл Бозторғай. Сеңкірбай деген болыстың асау айғыры болыпты. Сол айғыр қолға үйретуге бейімделмеген соң, Сеңкірбай оны атып тастамақшы болғанда, оның шаруасы Қарасейіт қожайын уақытылы тоқтатып, сәйгүлікті өлім аузынан алып қалады. Дейтұғын байға өзім асыраймын, өзім қолға үйретемін деп уәде береді. Кедей шаруаның өзің жалғыз ұлы болады. Сол ұлына айғырды сыйлайды. Сөйтетұғын ол жігіт асау айғырды қолға үйретіп, Бозторғай деген бәйгілік тұлпардың есімін береді. Кейін бәйгеге қатысып, талай шыңдарды бағындырады. Үшінші бейне Алматы 2023 апатты аймақ деп аталады. 2015 жылы Наурызбай ауданында болған лай көшкінін зерттеген сейсмолог маман қалалық әкімшілікте зерттеу нәтижесінен баяндама береді. Ол баяндамасында Алматыда 100 жылда бір рет болатын дүмпу қуаты 11 балл жер сілкінісі болуы мүмкіндігін айтты. Және соның салдарынан таудағы дамба бөгеттер қирап, қаланы лай көшкіні мен қар көшкіні басу қаупі бар екенін мәлімдеді. Егер де жер сілкінісіне қарсы алдын ала іс-шаралар қолданбасақ және дамба бөгеттерді күшейтпесек, жағдай өршіп кету мүмкіндігін жеткізді. Әкімшілікте әрине оған ешкім құлақ аспайды. Мәселенің бәрі сол жай қалады. Содан 2023 жылдың көктемі келгенде қызықтың бәрі сол кезде басталады. Төртінші бейне бұл Аспанбет батыр деген экшн фэнтези. Өзге галактикада Экнушурак пен Шандракелер арасында қырғын соғыс болып жатыр. Экнушурак патшасы екі баласы Сахнар мен Ғұннарды өлімнен қорғап қалу үшін ғарыш кемесіне отырғызып, басқа ғаламшарға ұшыртып жібереді. Содан соң ғарыш кемесі Қазақ хандығының жерінде апатты ұшақ отырыс жасайды. Кеменің жерге құлағанын көрген 15 жасар қойшы бала дереу сол жерге шауып барады. Сәлден кейін қойшы бала оларға көмек көрсетіп, дос болып кетеді. Екі ханзаданың артынан іздеп, оларды өлтіру үшін шандракилік баугеспелер жерге ұшып келеді. Сөйтетұғын қазақ батырлары мен өзге ғаламшарлықтар арасында қараулы қақтығыс басталып кетеді. Келесі бейне бай ауқатты бике атты романтикалық мелодрамасы. Байдың ерке қызы мен қарапайым жігіттің арасындағы махаббат оқиғасы. Одан кейінгі бейне Тамғалы тас шытырман оқиғаға толы фэнтезиялық экшн фильм. Бөгде тіріш атты ғарыштық хоррор фильм. Серпер деген өзге әлем шарлардағы патшалықтардың планеталар үшін күресі. Өгіз аттының тұйық жолы қорқынышты фильм. Және тағы да басқа сол секілді фильмдер мен анимациялар, комикстер. Әрине, басымды тәлкеге тігіп, бұл сценарийларымды ертең біреу көшіріп алып, өз пайдасына асыруы мүмкін. Бірақ та оған бөгет Қазақстан Республикасының авторлық құқық туралы заңы. Және де менен асып түсе алмайсыздар. Ондай идеялар менде сан жетпес бастан асады. Сол үшін ол туралы қам жемеймін. Көргендеріңіз үшін алғыстымын. Сіздердің хаттарыңыз күтемін. Кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.